Баршаңызға сәлем. Биылғы жаздың сапары Шымкент, одан әрі Ташкенттен басталды. Аэропортқа келіп тұрмын. Ұшуға әлі 1 сағат уақыт бар, сондықтан да әзірге аэропорттың ішін қарай тұрайық. Регистрация барлығына ұмытты, енді күтіп отырмын. Бірінші рет ұшайын деп тұрмын. Адамдар енден жиналып жатыр. Неше минуттан кейін, қазір жарты сағаттан кейін посадка басталу керек. Іші салқындау екен, сондықтан басыма капюшон киіп алдым. Қазір мына жерде кафе бар екен, бақы көрейік. Ішінде не бар екен, бағалары қалай екен. Аэропорт болғасын енді түсінікті, бұл жердің тамақтары өте қымбат. Іші сап-салқын. Кондиционер болсын. Әрине, бірінші рет ұшуым болғандықтан басында қорқынышты болды, бірақ кейін қалпына түсті. Көбісі айтады, самолетпен ұшқан кезде көтерілгенде жүрек айниды деп, бірақ менде оның біреуі де болмады. Такси күтіп тұрдым, оның аэропорттың алдында. Күн ыссы. Мен хостелге жетем дегенше түнгі 12 болды. Бұл жер маған қатты ұнады. Бұл ешқандай да реклама емес. Мүмкін сіз Шымкентке келіп жатсаңыз, өзіңізге жақсы жер іздеп жатсаңыз, пайдасы тиіп қалар деп осы хостел туралы кішкене айтып кеттім. Себебі шынымен де маған ұнады. Өзім де алғаш рет Шымкенттен хостел тұратын жер іздегенде бірінші рет баратқандықтан қай жерге тоқтасам болады, қай жер жақсы білмей қиналдым. Сондықтан да сізге көмек тиіп қалар деп кішкене мағлұмат айтып кетемін. Мына жерде міне торговый дом, хостелдің бір жағында. Осындай комната. Әр адамға сейф береді, сейфпен бірге код береді. Өзінің паролі бар. Кондиционер бар.
2 адамдық бөлме. Білмеймін, телефон не үшін екенін. Фен бар ішінде. Ішінде фен тұр. Сәлем баршаңызға, мен Шымкентте қосылдым. Сағат 10:30. Енді көшеге қарай шығып бара жатырмын. Қазір таңертеңгі тамағымды ішіп аламын, сосын ары қарай Шымкентті аралаймын. Хостелден шығып енді тамақ ішетін жер іздеп жүрмін. Қазір жақын жерден тауып алып деп ойлаймын. Маған қатты ұнағаны өзім тұратын жердің Арбат. Есіктен шығамын, 2-3 минут жүрем, алдымда Арбат, ішінде кафелер бар, парк бар. Не керек, соның барлығын сол жерден табуға болады. Ары қарай Шымкент плазаға шығып кетуге болады. Шай ішіп, кәдімгідей тамақ ішкім келді. Себебі кешкі тамағымды ішіп шыққан жоқпын. Самолетте де ішіп шыққан жоқпын. Келгеннен кейін әдемі ішкен жоқпын, сондықтан таңертеңгі тамағымды ішкім келді. Фастфуд сататын жерлер көп екен. Өзім ғана шығып тұрған бірінші путешествие болғандықтан, шын айтсам, өзімнің ощущением күшті, керемет, мүлдем қорқыныш жоқ. Бір өзім жүрмін деген, қазір оған таңғалатын еш нәрсесі жоқ деп ойлаймын. Көп адамдар өздері шығып, қазір путешествие шығады. Бір жағынан бұл мен үшін бір челлендж болды, өзімнің ішкі қорқыныштарымды жеңу үшін. Бір өзім шығып көрейін деп ойладым. Күшті, керемет. Неден қорқу керек, біз Қазақстанда жүрміз. Европаға да, Америкаға да өздері кетіп жатыр адамдар. Сондықтан бұл ешқандай қорқынышты емес, әрине. Керемет, күшті ощущение. Шымкентте маған ұнап тұрған жері, бір келгенде ойлап едім, көлеңке таппайын, бүкіл жер ыстық болады шығар деп, жоқ, бүкіл жерде фонтандар, ағаштар, барлығы көлеңкелеп тұр. Үстінде су болып тұр жаңа. Evet. Yeah. Шымкентке келмес бұрын қай жерден дәмді тамақ ішуге болады деген видеоларды қарағанмын. Сол кезде осы Жеті тандыр деген кафенің видеосын көрдім. Дәл мен алдын ала көрген кафені таппасам да басқа жердегі филиалына келдім. Шурпа в горшочке заказ бердім. Өздері құйып бердім, осы. Қазір дәмін көреміз. Содан кейін мен заказ бергенім самса с мясом дейді. Осыны көргенім алдында. Өзбекше самса. Қазір дәмін көреміз. Шайға заказ бердім.
Музейге картопка саламын. Перец. Ет сыйдың майлы екен. Картоп. Бізге қарағанда жақсырақ емдейді дейді ғой, Сарыағашқа қарағанда. Медицина жағынан. Иә. Сарыағашта просто жай не істейді дейді жаңағы. Жатып қайтуға тек, ана жақта емдейді дейді. Көне Шымкенттің тарихын көру үшін древний городок дейді, цитадельге бара жатырмын. Қазір осы жермен тіке жүре берсең цитадельге қарай шығасың деп айтты. Қазір алда қарай жүре берейін. Стройка жүріп жатыр ма, білмеймін мына жерде. Мына жерде цитадель дейтін неге древний городокқа шығып кетсе бола ма? Жол бар ма? Рахмет. Мына жерде білмеймін. Бәрі құлап жатыр екен. Ыстығы енді біліп жатқан сияқты. Оңға бұрылып жүремін шығар, иә? Қазір аяққа түсіп көрейін. Сосын адамдардан сұрайын, қалай бару керек екенін, қай жағынан кіру керек екенін. Кассаға бара жатырмын. Кассадан билет алып ішіне қарай кіремін. Міне батырлардың, күзетшілердің мүсіндері. Шын қарауға қанша уақыт кетеді екен. Шымғала дейді. Исламбаған здание болады, бірінші экспозиция болады, ең соңына қарай жүріңіз. Одан кейін бұла сыртымен кетсеңіз, түйелер, анау мынаудың несі, соны айланып өтсеңіз, анау төбеге шығасыз, цитадельге. Одан кейін мына жерасты музейі бар, мына оң жағыңызда, соқпен көріп, былай шығып кетесіз. Бұлай есімде қалмаса жүріп қарай беруге болады шығар, негізі? Жақсы, рахмет. Билет алдым. 500 теңге ішіне кіру вход. Ал егерде арнайы көрсететін жаңағы гид жалдайтын болсаңыз, онда 2000 теңге. Бірақтан да мен өзім көрейін деп шештім. Қазір біреу алдында айтып жүрсе, оның соңынан еріп жүрсем, тек қана ол маған қызық болмайды. Мен өзім жүргенімше қараған жерімді қараған жерім, өзім қай жерде қарағым келеді, сол жерді қарап видеоға түсіргім келді еркін. Сондықтан да ешқандай да көрсететін адам жалдағым келген жоқ. Ал кеттік, қарайық үшін. Міне мына жерде жазып қойған, жерасты музейі бар екен. Археологиялық қазбаларды көрсетеді. 6-13 ғасырдағы цитадель, 19 ғасырдағы, 6-7 ғасырдағы тұрғын кварталы, Шахристанның оңтүстік шығыс бөлігі дейді. Хаус, шығыс базары бар екен. Археологиялық қазбалар дейді. 3 ғасыр, біздің заманымызға дейін 2 ғасырда.
3 тілде жазылған екен, қазақша, орысша, ағылшынша. Сандармен беріп қойған, бірінші қай жерден бастау керек екенін көрсетіп қойған болу керек. Құмыралар. Ағаш арба. Жаңа жер асты жертөле бар деп айтып еді. Соны істеп бара жатырмын. Ішін естіп аралай берейік. Сосын қазір таубаларымыз қарап. Адам жоқ екен ешқандай да. Жаңа бір оқушылар ма, студенттер ма жүрген сияқты болды. Мына аяқтарымды демалып отыр. Алмайтындай ыстық жоқ. Жаңа таңертеңгілік көшенің барлығында фонтан болғандықтан ба, көшелердің барлығында ыстық мүлдем білінген жоқ. Күшті болып тұр, салқын. Қазір де қатты өліп тұрған, білініп тұрған жоқ қой, ысы, бірақ шыдауға болады. Тастай. Міне сарайға қарай барайық. Шымкент. Қандай әдемі. Я өзім. Шын қарай берді, саламатсыз ба? Қарай берді. Көне Шымкент тұрғындарының өмірімен тұрмысы дейді. Кальян дейді. 19-шы ғасырда қолданылған. Самаурын 19-шы ғасырда қолданылған бұлда. Қазіргі тоқпен қолданылатын құмандар сияқты екен. Самаурындар сияқты. Қазір көп адамдар қолданбайтын шығар оны. Табақтар. Қол жоғыш дейді. Қолды осындайға жуатын болған ғой. Мынау не екен? Қазан ба? Табақ дейді, металл табақ.
шойын майшам деді. Чугун деп айтамыз ғой. Осындай майшамдар қолданған ғой. Мына жерде ештеңе жоқ. Теңгелер. Жақыннан көрсетейін. Қатыс тілінде жазылған Фидоя отбасылық заң деген кітап. Шо. Сандықтар, бесік. Цитадельдің ішінде қазақ үй бар екен, ішіне кіріп, фотосессия жасап, ішін асықпай қарап, қазақтың ұлттық киімдерімен, қазақтың дәстүрімен танысуға болады. Осы жерде алғаш рет менің ұлттық киіммен фотосессия жасасам ба деп жүрген арманым орындалды. Киімдерді киіп түссеңіз болады, бірақ платныйда. Қанша? Өрік мен шапанмен кисеңіз 1000 теңге. Көйлегімен кисеңіз 1500 теңге. Міне іздеп жүріп жерасты музейіне келдім. Үстіге көтерілуге болады екен. Қазір үсті жағын қараймыз, және үстіне көтеріліп сыртқа қарай шығуға болады. Мына аяқпен сыртқа қарай шығып кетуге болады екен. Цитадельден шығып бірден Магнумға келіп тұрмын. Хостелдің іші Сити хостел деп аталады. Іші үлкен, астында торговый дом. Не кете береді осылай бөлініп секцияға. Блокқа бөлініп кете береді. Ана жерде отыруға болады.
ішуге адам жерден шай ішуге болады бесплатно бағылым. Демалып отыруға болады ана жерде. Кешкі асқа кофе, булочки. Жаңа магнумнан күріш сатып алдым. Салат сатып алдым. Фрукты, шоколад. Шымкентте бір күн болып, келесі күні таксимен Ташкентке жолға шықтым. Сондықтан каналға жазылып, видеоға лайк басып, Ташкенттен қызықты видео күтіңіздер.